Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арнап осындай тәбет ашарлық, өте дәмді болып шығатын 40 қабат қосылған керемет салат дайындайтын боламыз. Мен барлығын мұқият, асықпай түсіндіріп көрсетемін. Сондықтан видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Салатымызды дайындауға бізге 3 немесе 3,5 килограммдай қызанақ және де 1,5 килограмм болгар бұрышы қажет болады. Одан кейін жарты килограмм сәбіз, 1 килограмм 40 қабат және де 2 бас пияз, 150-200 граммдай сарымсақ, 1 дана ащы бұрышпен осындай аскөктер қажет болады. Ең алдымен қызанағымызды қазір ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болатындай етіп, осылай бірнеше бөліктерге бөліп турап аламыз. Одан кейін барлығын ет тартқыштан өткізіп шығамыз. Ет тартқыш болмаған жағдайда блендермен езіп алсаңыздар да болады. Қызанақтың барынша толықтай піскен, су татымаған, қып-қызыл тәтті етті түрін алыңыздар, сонда салаттарыңыз қою әдемі болады. Мінекей осылай өткізіп алдық. Ал келесі кезекте біз басқа көкөністерімізді турап аламыз. Болгар бұрыштарын видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай 4 бөлшекке бөліп, кубиктеп, ірілеп турап аламыз. Капустаны да, яғни 40 қабатты да, дәл жаңағы болгар бұрыштары секілді 4 бұрыштылап, ірілеп турап шығамыз. Қатты майда болып кетпесін. Одан кейін 2 бас пиязымызды күнделікті тағамға турағандай осылай жартылай сақиналап турап шығамыз. Айтпақшы, каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде төмендегі подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Сарымсақтарымызды да осылай 4-ке немесе 6-ға бөліп, ұсақтап, жұқалап турап аламыз. 1 дана ащы бұрышында ұсақтап турап аламыз. Мен салатқа кішкене ғана дәм беру үшін 1 данасын қосамын. Сіздер кішкене ащылау болсын десеңіздер, тағы 1-2 данасын қосып турап салсаңыздар болады. Келесі кезекте сәбіздерімізді осындай арнайы кәріс салатына арналған теркадан ұзыншалап өткізіп аламыз. Бұндай терка болмаған жағдайда өзіңіз қолмен турасаңыз да болады. Соңында аскөктерімізді де осылай ұсақтап турап аламыз. Аскөкті негізі қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Мінекей осылайша барлық көкөністерімізді дайындап алдық. Қызанақты ет тартқыштан өткізіп, қалғандарын турап, теркадан өткізіп дайындап қойдық. Ал енді салатымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін қазанымызды жақсылап қыздырып, үстінен 150 немесе 200 граммдай кәдімгі күнбағыс майын құямыз. Майымыз қызғаннан кейін бірінші жаңағы жартылай сақиналап турап алған пиязымызды салып, жақсылап қатты отта қуырып аламыз. Пиязымыз кішкене жұмсарғанша шамамен 5 немесе 7 минуттың көлемінде жақсылап қуырып алыңыздар. Одан кейін үстінен біз жаңағы кубиктеп турап алған 40 қабатты саламыз. Біз осы сәтте 40 қабатты жақсылап қуырып алуымыз керек. Қатты отта шамамен 10 немесе 12 минуттың көлемінде осылай араластырып отырып қуырыңыздар. Біздің 40 қабатымыздың көлемі кішкене басылып және де жұмсара түсуі керек. Бір-біріне жабысып қалғандары болса, осылай шашырап кішкене жұмсарғанға дейін жақсылап қуырып алыңыздар. Ал енді келесі кезекте осылай ұзыншалап өткізіп алған сәбізімізді салып қуырамыз. Сәбізді де шамамен 10 минуттың көлемінде қуырып алыңыздар. Сәбізде біршама көлемі басылып, жұмсарғанға дейін қуырамыз. Ең бастысы осы салып жатқан көкөністеріміздің барлығы жақсылап қуырып, жұмсару керек. Ал енді сәбізімізді қуырып алғаннан кейін біз болгар бұрыштарын саламыз. Мен видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай түрлі түс-түсін салдым. Сіздер салаттың қып-қызыл болғанын қаласаңыздар, тек қызыл болгар бұрышын салсаңыздар да болады. Болгар бұрышында шамамен 10 минуттың көлемінде жұмсарғанша қуырамыз. Осы сәтте сіздер жаңағы 1 дана ащы қызыл бұрышты да қосып салып жіберіңіздер. Осылайша көкөністеріміздің барлығын жақсылап қуырып алдық. Енді менің бұл жерде ыдысым кішкене тарлық қылып тұр, сондықтан үлкендеу ыдысқа алмастырамын барлығын. Енді тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Үстінен жаңағы тартылған қызанағымызды құямыз. Мен салаттың кішкене қоюлау болғанын қаладым, сол себепті қызанақты кішкене аздау қостым. Егер салаттарыңыз сұйықтау болсын десеңіздер, тағы да үстінен 1 килограммдай помидор қоссаңыздар болады. Осылай құйып алғаннан кейін тағы да жақсылап араластырып, толықтай қайнағанын күтеміз.
Толықтай қайнап шыққаннан кейін оттың астын кішкене азайтып, яғни орташа отта осылай әдемі болып тағы да 30 минуттай қайнауы керек. Арасында осылай араластырып отырыңыздар, және де қақпағын қиялап қойып қайнатсаңыздар да болады. Асты жабысып қалмасын, міндетті түрде арасында қарап осылай араластырып қоямыз. Енді біздің салатымыз қайнап жатқан кезде біз банкаларымызды жақсылап жуып, мантываркеге шамамен 10 минуттың көлемінде булаймыз. Шәйнекке буласаңыздар да болады, және де қақпақтарында 3-4 минуттай қайнатып аламыз. Салатымыздың қайнап жатқанына бір 20-25 минут өткеннен кейін біз дәміне қарай тұз саламыз. Мен 2,5 ас қасықтай қостым, одан кейін 2 ас қасық қант салдым. Қант пен тұзды сіздер дәмін көріп отырып өздеріңіз қосыңыздар. Енді барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Осы сәтте қалауларыңызға қарай салатқа 2 дана лавр жапырағын қосып жіберсеңіздер болады. Мүлдем ұнатпайтындар болса қоспай қойыңыздар, және де ірі қара бұрыштан да осылай аздап саламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге осындай 70%-ық уксус, яғни сірке суы қажет болады. Уксустың мерзімі өтіп кетпеген сапалы жақсысын таңдап алыңыздар. Осы уксустан салатымызға 1 шай қасық қосып араластырып жібереміз. Енді соңында, яғни салатымыз дайын болып қалған кезде біз чеснокты саламыз, ұсақтап турап алған. Және де осы сәтте аскөктерімізді де бірге салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осы сарымсақты салғаннан кейін де тағы да бір 10-15 минуттың көлемінде қайнатып аламыз. Жалпы біздің салатымыздың қайнау уақыты 40-45 минуттай болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай салатымыздың түсі өте әдемі болды. Енді дайын болған салатымызды стерилденген банкаларымызға құйып шығамыз. Газдың астын өшірмей қойыңыздар, осылай баяу етіп қойыңыздар, және де банканың бойын суытып алмай, осылай тез-тез салатымызды құйып шығамыз. Құрметті көрермендерім, осы видео басқа да көптеген адамдарға көріну үшін видеоға лайк басып, комментарий жазып, және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Салатымызды құйып алғаннан кейін қақпақтарын осылай арнайы банка жабатын құрылғының көмегімен жақсылап, ешқандай ауа кіріп кетпейтіндей бекітіп алыңыздар. Одан кейін жақсы жабылғанына көз жеткізіп тексеріп алыңыздар. Осымен салатымыз дайын болды. Менде жалпы 5 литр салат шықты. Егер отбасыңыз үлкен болатын болса, көрсетілген құрамды 2-ге немесе 3-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Бұл салат енді дәмін айтып жеткізу мүмкін емес, әсіресе нанмен қосып тұрып жесеңіздер өте керемет. Салатымызды осылай төңкеріп қойып, үстін қалың одеялмен жауып 2 тәулікке қалдырамыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Қыста рахаттанып отырып жейтін боласыздар. Осы видео рецепт сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, каналға міндетті түрде подписация батырмасын басып, тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді төменде жаза кетіңіз. Және де каналымдағы осы жоғарыдағы видео дегенді бассаңыздар, қысқа арнап жабылатын басқа да керемет салаттар мен банка жабу рецепттерін көре аласыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.